Төле би ауданы оңтүстік Қазақстан облысының орталығы Шымкент қаласының шығысындағы Алатау тауларынан басталып, оңтүстік батыста Өгемтау, Қаржантау және Қазғұрт таулары сілемдерінің бөктерлерінде орналасқан. Аудан орталығы Ленгір қаласы Шымкент қаласынан 40 шақырым жерде орналасқан. Ауданның батыс бөлігі біршама тегіс алқаптардан басталып, шығысында оңтүстік Қазақстан облысындағы теңіз деңгейінен есептегендегі ең биік абсолюттік нүкте Сайрам шыңына дейін көтеріледі. Оның биіктігі 4238 метр. Ал Қазғұрт тауының ең биік нүктесі 1768 метр. Аудан территориясы көршілес Қырғызстан, Өзбекстан мемлекеттерімен шектеседі. Төле би ауданы Қазақстан Республикасының шырайлы жерлерінің бірі болып есептеледі. Әлемге әйгілі Ақсу жабағылы қорығының 99.474 гектары Төле би ауданының аумағында. Аудан жері сан алуан өсімдіктерге аса бай өлке. Өсімдіктердің далалық, шалғындық және бұталық түрлерімен қатар басқа аймақтарда кездеспейтін құнды дәрілік қасиеттері бар өсімдіктерді көптеп кездестіруге болады. Ауданның жан-жануарлар дүниесі де мол. Ауданның ең суы мол өзендері Ақсу, Сайрамсу. Ақсу өзені бастауын Алатау тауынан, Сайрамсу өзені Сайрам шыңы етегінен алады. Сондай-ақ ауданда Бадам, Қасқасу, Сарайғыр, Сазаната, Тоғыз, Доңыз, Балдыберек, Біркөлік, Көктерек, Майдантал тағы басқа ірілі ұсақты өзендері аудан табиғатының сәнді де әсем көркін шырайландыра, сұлуландыра түседі. Өзендердің ағысы жылдам, сарқыраған үні алыстан естіліп, жаныңды жадыратып, денеңе күш қуат енгізіп, көңіліңді сергітіп тұрады. Аудан өзендері негізінен тау мұздарынан, қардың еруінен құралып, жаңбыр суымен де толығады. Ауданның табиғи климаты туризм саласын дамытуға өте қолайлы. Ауданда 30-дан аса тарихи археологиялық объектілер бар. Онда сақ заманының қорғандары, орта ғасырлық қалашықтардың орындары және халық арасында аты аңызға айналған тарихи маңызы бар Жылағата, Ғайверен, Қырықшілтен, Нұрата, Ақмешіт секілді көпшілік мінәжат ететін әулие орындары бар. Әсіресе Қазғұрт тауынан Мейрамана бұлағы арқылы Сайрамға бет алған жолдағы Әңгіріті ауылы маңында ежелден киелі жер саналатын Ғайверен Қырықшілтенге отбасына амандық, денсаулық, шипа ем сұраған адамдар жер жүзінен келіп зиярат етеді. Адамзат қолынан келмейтін бір ғайып құдіреттің күшімен тұрған қасиетті белгі таңба тастарға таңырқамауға болмастай. Киелі жер маңынан бастау алатын үш бұлақтың емдік қасиеттері бар. Ауданға келуші туристердің негізінен ауданның табиғаты мен қазақтың салт дәстүрлерімен қонақжайлығы қатты қызықтырады. Ауданның көркемде көрікті жерлерін көрсетіп, сапалы демалыс ұйымдастыру арқылы бюджетті толықтыруға мүмкіншілігіміз бар. Қазіргі кезде ауданымызда Алатау тау шаңғысы базасы, Біркөлік демалыс аймағы, Қасқасу Эко-Вилледж демалыс аймағы, Айна-бұлақ демалыс үйі, Красный скалы демалыс үйі, Ақмешіт шатқалдарындағы демалыс аймақтары аудан және облыс тұрғындарына туристік қызмет көрсетуде. Красный скалы демалыс аймағы Шымкент қаласынан 50 шақырым қашықтықта Ақмешіт шатқалында орналасқан. Мұнда келуші туристерге барлық жағдайлар жасалған. Таза ауада демалып, атпен серуендеп, спортпен шұғылдану үшін бильярд, волейбол, баскетбол, футбол алаңдары және жүзу бассейндері жұмыс істейді. Біркөлік шатқалындағы Біркөлік демалыс аймағы облыс және республика көлеміндегі тұрғындарға қызмет көрсетеді. Демалушыларға соңғы үлгідегі жатын бөлмелер мен моншалар ұсынылады. Алатау ауыл округіне қарасты Нысанбек елді мекеніндегі тау шатқалдарынан Береке корпорациясы 60 орындық емдеу сауықтыру демалыс аймағы орталығының құрылысын жүргізуде. Құрылыс жұмыстарына 100 адам қамтылған. Мұнда келушілерге арнап, екі қазіргі заман талабына сай мейрамханалар салынуда. Тау қыраттарынан ағып жатқан өзен суларына бөгеттер орнатып, демалушылардың қайықтарымен серуендеулері үшін жағажайлар салу жобалары іске асырылуда. Сонымен қатар, 1000-нан аса шырша көшеттер отырғызылды. Үстіміздегі жылдың маусым айында Мұнай Инвест Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қасқасу шатқалы аумағында Қасқасу Эко-Вилледж заманауи үлгідегі демалыс орнының құрылысын аяқтап іске қосты. Жергілікті тұрғындардан 30 адам жұмыспен қамтылды. Мұнда келуші туристерге соңғы үлгідегі жабдықтармен жабдықталған коттедждер жұмыс істейді. Сонымен бірге қосымша интернет, бильярд, теннис, балық аулау, атпен серуендеу қызметі түрлері бар.
Сонымен қатар, қазіргі таңда аудандағы таулы аймақтардың керемет жерлерін игеру мәселесі күн тәртібінде тұр. Жоғарғы Қасқасу елді мекеніндегі тау бөктерінен Қасқасу спорттық демалыс кешені салу туралы үкімет арнайы қаулы қабылдады. Жобаның жалпы құны 151 миллион ақш доллары. Бұл жоба іске асып салынған жағдайда аудан тұрғындары жұмыспен қамтылып, келуші туристерге жергілікті тұрғындардың зергерлік, қолөнер бұйымдарынан кеңінен ұсынып, табыс көзін ашуға мол мүмкіндіктері туады. Ауданымызға жыл сайын шетелдерден 3 мыңға жуық туристер келеді. Келуші туристерді негізінен ауданның табиғаты мен қазақтың салт дәстүрлері мен қонақжайлылығы қатты қызықтырады. Осыған байланысты ауданымызда туризм саласын дамыту үшін бірінші кезекте аудан орталығынан туристерге кең ауқымды қызмет көрсететін шетел туристерімен интернет сайттар арқылы тікелей байланыста жұмыс атқаратын туристік ақпараттық орталығын ашып, арнайы құрал жабдықтармен жабдықтау қажет. Аудан орталығына келген туристерді қабылдап алатын қазіргі заман талабына сай қонақ үйлер салып, оның ішінен зергерлік қолөнер бұйымдарын сататын дүкендер ашу керек. Келуші туристерді аудандағы туристік объектілерге апарып, таулы аймақтарға жеткізу үшін арнайы автокөліктер алу қажет. Қасқасу ауылынан салынатын тау шаңғы базасы жанынан қонақ үйлер салып, жазғы уақыттарда тау бөктеріне атпен серуендеу үшін жылқы асырайтын қоралар салу қажет. Осы аталған жобалар іске асырылатын болса, аудандағы демалу сауықтыру орындарының материалдық техникалық базасын жақсартып, арнайы қонақ үйлерді көбейту арқылы келуші туристерді қабылдау мүмкіндігі анағұрлым артар еді. Орта есеппен алғанда, аудандағы демалыс орнына келген шетелдік турист бір күнге 9150 теңге жұмсайды екен. Мысал ретінде айтар болсақ, ауылдағы қонақ үй қызметінің бір күндігі 2800 теңге болса,